Ассаламалейкум, армысыздар, құрметті Теміртау қаласының конфессияаралық қатынастардың мәселелерін зерттеу және сараптау орталығының Instagram парақшасының көрермендері. Менің аты жөнім Жақыбер Жасқанбайұлы, республикалық ақпараттық түсін тобы мүшесі, дінтанушы, магистр. Бүгінгі менің тақырыбым таблиғи жамағаты және де Қорасан провинциясы, яғни тыйым салынған ислам мемлекетінің Қорасан провинциясы. Өздеріңізге белгілі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде яһудилер 71 топқа, христиандар 72 топқа, менің үмбетім 70 топқа бөлінді деген. Осы 70 топтың ішіндегі біреу ғана жәннатқа барады, ал қалған 78 тозақтық болады деген. Сонда қасындағы тұрған сахабалар қайсысы деп сұраған кезде, о Аллах істеп. Сонда пайғамбарымыз менің және сахабаларым жүрген жолмен жүргендер деп жауап берген. Ислам негізі бойынша осы пайғамбарымыздың жүрген жолы, сахабалардың жүрген жолы ол 4 мазхаб. Ханафи, Малики, Шафиғи, Хамбали. Міне осы мазхабты ұстанған адам бұл әрине пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның және де сахабалар жүргені болады. Ал бұдан тыс жол ұстанған адамдар әрине ол адасушылыққа болады. Сол адасушылықтың кесірінен көптеген зардап шегеді. Міне осы ахли сүнна уәл жамағаттың ішінен де бөлініп шыққан ағымдардың бірі бұл әрине таблиғи жамағаты. Таблиғи жамағаттың негізі қаланушысы ол Үндістанның Кандахала ауылында дүниеге келген Мұхаммед Ильяс деген негізін қалаған. Ол алғашқы сауатын өз ауылында ашып, оның ұстазы Рашид Ахмад Ханхуиден 10 жылдай дәріс алған. Содан соң Үндістандағы медреседе білімін жетілдіріп, Мазахирул Улум атты медреседе дәріс береді. Осы медреседе дәріс беріп жүргеннен кейін сол медресені тастап 1926 жылы таблиғи жамағаттың негізін қалайды. Орталығы Дели қаласы, Үндістандағы, оның бөлімшелері Пәкістандағы Карачи, Лахор қалалары болған. Таблиғи жамағатының неге олар таблиғ жамағаты болды өздерінен сұрайтын болсаңыздар, олардың түсінігі бойынша мұны пайғамбарларға тиесілі 5 сипат бар. Солардың бірі таблиғ. Енді пайғамбарларға тиесілі 5 сипатқа тоқталып өтетін болсақ, ас-сыдық шыншыл, екінші әл-амана аманатқа берік болу, үшінші әл-исмат күнәсіз, төртінші әл-фатана зерек алғыр, бесінші таблиғ жеткізу. Бұл пайғамбарларға берілген. Міне осы пайғамбарларға берілген міндетті бұлар өздеріне алып дағуатқа шығып кететін әдеттері бар. Енді олар дағуатқа кеткен кезде өздеріне де ат қойып алған. Олар терминдерге тоқталатын болсақ, дағуат, таблиғ, ілім алу, фазали амал, машура, гаш, баян, әмирсап. Сонымен қатар олар 3 күнге, 7 күнге, 40 күнге, 2 айлыққа сапарлап кетіп қалады. 2 айлық сапарлары Үндістан, Индонезия және Пәкістан елдеріне кетеді. Және де таблиғи жамағат өкілдерінің көпшілігі ілімсіз болады. Медресе бітірмеген, университет бітірмеген, дипломы ешқандай ұстаздың алдында оқымағандықтан бірнеше аяттар мен хадистерді біліп алып, осыны жеткізем деп адасып, кейбір азаматтар экстремистік, террористік топтардың қатарына кіріп кеткен. Сондықтан да таблиғи жамағаты Қазақстан Республикасының сотымен 2013 жыл тыйым салынған, әдебиеттерде тыйым салынған, фазали амал, амалдардың құндылықтары деген әдебиетте тыйым салынған, избіріне хадиси деген кітаптарды тыйым салынған. Егер де кімдегім осы таблиғи жамағатының ұйымына кіретін болса, соның әрекетін насихаттайтын болса, олар жазаға тартылады заң бойынша. Қылмыстық кодексінің 256 бабы тыйым салынған насихаттарды әдебиетті тарат деп, және де сол мүшеге болған үшін де жауапкершілік бар. Міне сондықтан да құрметті көрермендер, таблиғи жамағаты ұйымынан сақ болуға шақырамыз. Енді келесі бір қазір мынау халықаралық дәрежеде қауіпті болып жатқан
әлеуметтік жерде өздерінің жақтастарын жинап жүрген бұл ислам мемлекетінің Хорасан провинциясы. Оны Игил Хорасан деп атайды. Бұл Хорасанның негізгі мақсаты не? Ислам халифатын құру. Халифат деген не дейтін болсаңыздар, халифат дегеніміз шариғатпен басқарылатын мемлекетті айтамыз. Біз Қазақстан Республикасы қандай мемлекетпіз? Зайырлы құқықтық мемлекетпіз. Олар сол орта ғасырдағы халифаттық жүйені не істейді? Орнатпақшы. Әрине ол келмейтін дүние, әрине ол қайтпайтын дүние, бірақ сол бұрынғы уағыздармен, бұрынғы дәуірлерді керемет қып, адамдардың эмоциясына, адамдардың сезіміне тие отырып, міне сол заманда әділдік болған еді, сол заманда осындай арзаншылдық болған еді деп тек қана бір жақты ғана уағыз айту арқылы жастарға, біздің азаматтарымызға насихат арқылы міне осы Хорасан мемлекеті өздерінің жақтастарын әлеуметтік желі арқылы жинап жатыр. Сондықтан да осы ислам мемлекетінің Хорасан провинциясының ұйымына уағызын тыңдау, оларды насихаттау, лайк басу, пікір басу бұл өте қауіпті. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 170 бап террористік ұйымның қызметіне қатысу, қылмыстық кодекстің 258 бап терроризмді қаржыландыру және де қылмыстық кодекс 250 бап террористік акт жасау. Бұл ұйымның әрекеттерін қаржыландыру да, насихаттау да, қосылу да бұл қылмыс болады. Сондықтан да құрметті әлеуметтік желінің қолданушылар, осы аталған екі ағымнан сақ болуға шақырамын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.